Нива Урбан 2016 жылдығы автокөлік қазір диагностика және чип-тюнингке келіп тұр. Осы автокөліктерде қазір қысқаша проблемасын айта кетейін. Бұл автокөліктерде кондиционер болғасын, вентилятор қосылып тұрады, үстін катализатор свет жанады. Өздеріңіз білетін шығар, кім айтатындар 102, 103, 104 градуста вентиляторлар қосылады. Ол негізінде қозғалтқыш негізінде қайнап жұмыс жасаудың өте зиян болады. Экологияға байланысты көлікті қатты қыздырып, кей шашатынды қылып қояды производительдер. Ол бір жағынан көлікке зиян, екінші жағынан экология бензин толық жансын деп, сондықтан ресурс екі есе азаяды, нашарлау болады. Сондықтан осы автокөлік қазір диагностика жасап, прошивка жасайтын боламыз. Диагностика менде қазір сканматикпен бір қараймыз. Машинеде катализатор жанып тұр екен. Катализатор жанған таңертең перебоймен қызбай ма? Бір-екі цилиндр сөндіріп. Қыздырам ғой, соң қойып басыңыз. Датчик инсталлациясында ауыстыру керек болады. Мінекей достар, қазір Ниваның прошивкасы компьютер оқып жатырмыз. Прошивкасы қазір осы прошивкаларды оқып болып, прошивка ішіндегі керекті нақты параметрлерін түзетіп, жаңа температура айтқанымдай температураны, катализатор бар бұл автокөлікте, бірақ катализатор жанып тұр деп, жасамай тұр деп шығып тұр. Соны қазір сөндіреміз, екінші лямбданы да сөндіреміз. Соған қарай кішкене күш, ерте светофордан қозғалған кезде жеңіл қозғалатындай қылып жасап береміз. Себебі бұл автокөліктерде электронды педаль, электронды дроссель, сол автокөліктерді қатты басқан кезде 30-40% занижать етеді производитель. Соны қазір ограничениесін алып береміз. Сонда сәл-пәл педальді басқан кезде уже чувствительный болады автокөлік деп жүргіші болады. Осы автокөлік қазір прошивкасын жазып алдық. Прошивкасы мында тұр. Жазып алғаннан кейін қазір реттеп редакторға салып, орнына құйып, сосын Ниваны қыздырып береміз. Достар, мінекей прошивка жасадық. Чек өшті. Қазір судың температурасы 104-те 105-те қосылады мынаның екінші вентилятор. Қазір соны 5 градусқа түсірдік, 97-де 8-де қосылады вентилятор. 5-6 градус түсірдік. Енді көлік старт пауэр деген енді динамикасы легкий. Автокөлікке енді тек форсунка тазалау мен дроссель тазалау болды. Сосын газдың калибровкасын жасау болды. Өстіп Ниваны прошивка жасап болдық. Келесі кездескенше сау саламат болайық ағайын.